Бұл біздің жаңа схема. Енді біз бухгалтерлерді алдаймыз. Ал қалай алдаймыз? Қазір бәрін түсіндіріп береді. Схема өте қарапайым. Біз интернетке вирусы бар файлды саламыз. Адамдар сол файлды ашқан кезде олардың барлық шоттарына, операцияларына толық қолжетімділік беріледі. Ең қызығы, олар еш нәрсе байқамайды қалады. Бухгалтер төлем жасап, реквизиттерді енгізіп жатқанда, жүйе жанарып жатқандай, содан компьютер қатып қалғандай етіп көрсетеміз. Сол уақытта біз деректерді өзгертіп, өз шотымызды енгізіп үлгереміз. Бухгалтер бәрі дұрыс деп ойлап ақшаны жібереді. Бірақ ол қаражат бізге келіп түседі. Ал негізгі алатын адам сол күйі төлемді алмайды. Бұл менің ең сүйікті схемам. Себебін айтшы? Себебі бухгалтерлердің қателігі бірнеше күннен кейін ғана байқалады. Ал ол уақытқа дейін ақша бізде болады. Алданып қалмас үшін бағдарламалық қамтамасыз етуді орнатыңыздар. Қарапайым тілмен айтқанда антивирус. Және де күмәнді файлдарды жүктемеңіздер. Әйтпесе тағы да бізді байытасыздар. Түсінбедім, не отырыз? Тағы компаниялар керек, жұмыс істеңдер.